Мәліметтерге 7 сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English Plus 7 Students Book Unit 2 A Perfect Place to Live атты сабақтағы жаттығулар жасалу жолымен жауаптармен таныс боламыз. Page 29, 29 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Бұл сабақ бізде өмір сүруге қолайлы, яғни керемет жер деп аталады. Бұл сабақта бізге My Ideal Home, менің идеальный үйім атты мәтін берілген, яғни менің мінсіз үйім. Осы мәтінді оқып аударып, осы мәтін бойынша бірнеше жаттығу орындайтын боламыз. Let's read exercise 1. Read the model text and match topics 1 to 3 with paragraphs A to C. Яғни сіздерге осы мәтінді оқып аударып, яғни әр параграфқа ат қоюымыз қажет. Here we are in my ideal home. Бұл менің, яғни біз мұнда менің мінсіз үйімдеміз. It's a modern flat near the center of town. Бұл заманауи пәтер қаланың орталығында орналасқан. It's quite small, but it's got everything. Ол кішкентай, бірақ оның ішінде барлығы бар. It's got a kitchen and a living room. It's also got 3 large bedrooms, each with bathrooms. The living room has got a nice balcony, and you can see the Nur Astana Mosque from it. Яғни бұл кішкентай болса да, кішірек болғанмен ішінде барлығы бар. Ас бөлмесі, қонақ бөлмесі, 3 жатын бөлме, яғни кең. Өзінің әрқайсының өзінің жуынатын бөлмесі бар. Ал енді қонақ бөлмесінде балкон бар екен. Сен ол жерден Нұр Астана мешітін көре аласың. Next, today we are all at home. My mom and dad are sitting outside on her balcony. They are reading. My sister is in the kitchen. She is making lunch. I'm in my bedroom. I've got a new laptop and I'm buying some cool games on the internet. Бүгін біз бәріміз үйдеміз. Менің анам мен әкем балконда сыртта отыр. Олар кітап оқып отыр. Ал менің әпкем ас бөлмесінде, ол яғни түскі асты әзірлеп жатыр. Мен жатын бөлмемдемін. Менің жаңа ноутбугім бар. Мен сол ноутбукте керемет қызықты интернеттен ойындар сатып алып жатырмын. The next, my favorite room is the living room. It's got a big sofa and a really modern TV. There's a DVD player next to the TV. I like being in this room because it's relaxing. Менің сүйікті бөлмем ол қонақ бөлмесі. Ол жерде диван және де заманауи теледидар бар. Осы теледидардың қасында DVD плеер, DVD ойнатқышы бар. Мен бұл бөлмеде болғанды ұнатамын, себебі демаламын дейді. Енді осы әр параграф, яғни 3 параграфтан тұрады мәтін. Осы әр параграфқа ат қоямыз. The first, яғни бірінші сөйлем қай параграфқа сәйкес келеді? Qanat's favorite room is C. Yes, Qanat'ның сүйікті бөлмесі. Description of Qanat's ideal home. Qanat'ның мінсіз үйінің сипаттамасы A. What happening now? Дәл қазіргі сәтте не болып жатыр? Is B. Yes. Next, the second. Read the model text again and complete the key phrases with 1 or 2 words. Яғни төмендегі мәтін бойынша төмендегі берілген фразаларды бір немесе 2 сөзбен толықтыруымыз қажет. It's a modern flat. Ол заманауи пәтер. Near the center of the town. Қаланың орталығына жақын. It's also got 3 large bedrooms. Ол жерде сондай-ақ 3 кең жатын бөлме бар. You can see the Nur Astana Mosque from it. Ол жерден сен Нұр Астана мешітін көре аласың. There is a DVD player next to the TV. Теледидардың қасында DVD ойнатқышы бар. My favorite room is the living room. Менің сүйікті бөлмем қонақ бөлмесі. I like being in this room because деп ары қарай, бұл бөлмеде болғанды ұнатамын, себебі деп ары қарай себебін жазуға болады.
Next exercise 3, study the words in blue in the text, then complete the rules with and, but, or because. Яғни мынау неде мәтінде берілген, яғни бізде but, and, or сөздеріне қарай отырып, ережені толықтыруымыз қажет, яғни ол осы сөздерді қай уақытта қолданамыз. But қазақша бірақ, and және because себебі деп отыр. Осымен ереже. We use but to contrast two ideas. Яғни екі идеяны бөлу үшін айтамыз. The second, we use and to give additional information. Қосымша бір мәлімет беру үшін біз осы and сөзін қолданамыз. We use because to give a reason. Белгілі бір жағдаяттың себебін айту үшін because сөзін қолданамыз. Now exercise 4, complete the sentence with and, but, or because. Осы and, but, because сөздермен төмендегі берген сөйлемдерді толықтыруымыз қажет. Exercise 4. There is a table, but there isn't a chair. Ол жерде не бар? Үстел бар, бірақ орындық жоқ. The second. There are two pictures and a mirror. Ол жерде екі сурет және де айна бар. My bedroom is my favorite room because it's got all my things in it. Менің сүйікті бөлмем, жатын бөлмем, себебі ол жерде маған қажетті заттардың барлығы бар. Now exercise 5. Follow the steps in the writing guide. Яғни осы жоспарға сүйене отырып, мынау біздің мінсіз үйім атты қысқаша эссе жазу қажет. Мына сұрақтарға және де жоспарға сүйеніп and, but, because сөздерін қолдану керек. Here we are in my ideal home and a modern house in the city. It's big and comfortable. It's got a kitchen and a living room. It's got 3 bathrooms. Бұл жерде but сөзін қолданып жүрейін. Мен but there is only a bathroom. Ол жерде 3 жатын бөлме бар, бірақ бір жуынатын бөлме деп алайық. Today we are all at home. My mom is cooking tasty food and my dad is watching TV in the living room. My sister is in her bedroom. She is doing her homework. I'm in the garden. I am playing with my dog. Мына жерде because сөзін қолданып жүрсек болады. Мен бақшадамын. Because I'm playing with my dog. Yes. Next, my favorite room is my bedroom. It's got a big bed, a desk, and a computer. I like playing computer games with my friends. Деген сияқты мәтін құрастырсаңыздар болады. Бұл жерде сіздің нелеріңізге өздеріңіз білесіздер, отбасы мүшелерін сипаттап, полный бәрін айтып шықсаңыздар болады. Бұл өз еркілеріңізде. Осымен біз 29-ші беттегі тапсырмалардың жасалу жолымен жауаптарымен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше goodbye.